Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін бізде ауызашардың екінші күніне жасаған тағамдарымызбен бөлісетін боламын. Менімен бірге тағамдарды бірге жасаңыздар. Күнделікті менің каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыз. Күнделікті бірге рецептер шығарып тамақ жасаймыз. Бүгін бізде лагман. Ең алдымен етімізді осылай кубиктап турап, аз ғана май қосып, соған қуырамыз. Етіміз қуырылғанша капустамызды турайтын боламыз. Капустамызды осылай кубиктаймыз. Осы капуста жетеді бізге. Барлығын турап болғаннан кейін қуырылып жатқан етімізге саламыз. Мен мында міне пиязды да, сәбізді де кубиктап турадым, соны көрсетіп жатырмын. Етіміз жақсы қуырылып жатыр. Енді капустамызды салып, тағы да қуырамыз. Капустаның сөлі шығып, өзінің суымен жақсы қуырылады етпен бірге. Оған дейін редькамызды 4 бұрыш қылып тураймыз. Қалған заттарымыздың барлығын кубиктап тураймыз. Бұл өйткені домашний лагман болғандықтан картошканы міндетті түрде қосамыз. Менің каналымда гүру лагманның да рецепті бар. Қаласаңыздар, соменің да рецептімен бөлісемін. Ол үшін комментарийға керек болса жаза кетіңіздер. Капустамыз бен етімізге мінекей мен соевый соус қосам. Сол кезде етіміздің де дәмі өте дәмді болып шығады. Одан кейін пиязымыз бен сәбізіміз салып қуырамыз. Олар жақсылап қуырылғаннан кейін бетіне қызанақ пастасын қосатын боламыз. Тағы қуырылып болды 5 минуттай. Мінекей картошкамыз бен жаңағы редькамызды саламыз. Тағы да 5 минут қуырамыз. 5-6 минут. Барлығын шетінен салып, 5 минуттан қуырғанда бір 20 минуттай уақыт өтеді. Содан кейін суымызды құя береміз. Суымызды жаңағы сайымыздың бетін толықтай жауып тұру керек. Одан кейін қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін сорпасының астын басып қоямыз. Баяу отқа қоямыз. Оған дейін ол қайнап өз бабымен піскенге дейін біз лагманымыздың тестасын созуға кірісеміз. Тестаның рецепті менде каналымда бар. Ссылкасын астындағы описанияға қалдыратын боламын. Сондықтан мына жерде толықтай көрсетіп кеттім. Менде тынған тестаны осылай бөліп алып, бір-бір жүргізіп өтеміз да, өстіп айналдырып қоямыз. Осылай барлығын айналдырып шығамыз. Жаңа кескеннің бәрін. Одан кейін бетіне сұйық май құйып қоямыз. Біткеннен кейін ең бірінші орағанымызды алып, осылай созамыз. Содан кейін барлығын созып біткеннен кейін тестамызды 2-3 бөлікке бөліп қайнатамыз. Қайнап тұрған суға тұз салып. Мінекей қайнап жатыр. Тамағымыз, мен үстіне осындай магидің приправасын салам. Және де жаңа перецін саламыз. Тағы да жарты сағатқа қайнатамыз. Мінекей нанымыз осылай бұрқылдап піседі. Бір көтерілгеннен кейін уже ала берсеңіздер болады. Лагманымыз дайын болды. Енді біз салатымызға кірісеміз. Бүгін біз пачуба салатын жасайтын боламыз. Енді дәл осылай шпрот алдым. Езіп қажет етпейсіздер. Шпротымыз езілген күйінде дайын. Енді картошкамызды, жұмыртқамызды, қызанағымызды, қызылшамызды және де сәбізімізді
теркадан өткіземіз. Бірінші шпротымызды саламыз, одан кейін картошкамызды күштен өткізіп саламыз, одан кейін бетіне майонез сеуіп, кішкене тұз себеміз. Дәмі шығу үшін. Шпротты өздеріңіз білесіздер, қандай түрін қолданғыларыңыз келсе де. Любойын қолдана бересіздер. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Тағы да майонез себеміз. Жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның сарысын алып қаламыз міндетті түрде. Оның соңында бетіне қолдануға керек болады. Мен қалай бар, солай көрсетіп жатырмын. Жан-жағы шашылып кетті демеңіздер. 30 күн бойы түрлі рецепттермен бөлісемін. Менің каналымнан алыстамаңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Ораза айында менің каналым дамуына үлес қосып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Осы айда 1000 подписчик жинауға тырысамын. Жаңағындай қайталап шпротымызды, картошкамызды, сәбізімізді, жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін әр салған сайын бетіне майонез салып отырамыз. Майонез жағып отырамыз. Формаға келтіріп аламыз. Одан кейін қызылшамызды толықтай салып шығамыз. Мінекей қызылшамызды полный формаға келтіріп алдық. Енді бетіне майонезімізді жағып шығамыз. Майонезді біркелкі тегістейміз. Салатымыздың бетіне жаңағы қалған жұмыртқамызды саламыз. Мінекей салатымыз дайын. Мынау біздің бір-біріне жабыспай жақсы болып піскен тестамыз. Тамағымыз дайын, ас болсын. Барлықтарыңызды міндетті түрде ауызашыға дәл осылай жасаңыздар. Тойымды әрі дәмді болады. Каналыма тіркелгендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге Ақерке.